Өнердің бергені маған сол шеберлікті үйретті әр салада. Өмірді тереңірек түсіндіре бастады. Өнерді іздегеннен кейін тарихты іздейсің жаңа. Бәрі бір-бірімен байланысты. Сол тарихпен айналыса бастадым өзім әлім көргенше. Bir кезде түк білмейтін бала болсам, қазақтың қара домбырасын істеуді үйрендім. Қобызын істеуді үйрендім. Дауылпаз дейтін, дауылпаз деген енді барабан ол қазақтың. Шылдырма, қасатаяқ дейді, қалған нелерін. Шоқпар дейді, киіз үйдің қарқасын жасап көрдім жаңағыдай. Сүйегін дейді ғой. Сурет салуды үйрендім. Живопись салуды үйрендім. Карикатура өнерін үйрендім. Мүсін өнерін үйрендім. Сосын журналистика жағын жақсы көрем. Сондай мәдениет темасын ойларын жазған жақсы көрем. Жазуды үйрендім. Сол өмірді тереңірек ұғынуға көп пайдасы болды, бір сөзбен айтқанда. Осы өнердің арқасында көріністерге қатысамыз, қазағымыздың өнерін көрсетіп. Осы өнердің арқасында тиын тебен тауып күнімізді көреміз деген сияқты ақырындап өмір кешіп жатырмыз. Сол ежелден келе жатқан қазақтың енді қымыз құятын әдісі ғой күбі деген. Негізі бұл күбілер негізі емен ағашынан, қайың ағашынан, үйеңкі ағаштарынан, осы ағаштардан істелінеді, бүтін ағаштардан. Сол бұл күбін істеу үшін де міне шанақтарын жасаймыз. Ол шанақтардың қырлары болады өзі. Соның бәрін келтіре білуің керек. Соның бәрін келтіріп, міне темір белдіктер салып, қысып, осылай жасаймыз. Сол осы жасап болғаннан кейін қақпағын жасаймыз, міне қақпақтары міне. Қақпағын жасап алғаннан кейін мынау піспектерін жасаймыз. Піспек дейтін, қымызды пісіп не істейтін. Ондай тесіктерін жасаймыз арасынан. Төмен қарай басқан кезде қымыз өту үшін. Және сапырғанда ана тесіктерден өтіп, сапырған адамға жеңіл болады. Bir жағынан қымыз молырақ сапырылады деген сияқты ғой. Осы таяғын саламыз. Таяғын қақпағын кигіземіз. Сол күбі орнына келеді. Өнерге деген қызығушылық енді бала кезімнен басталды. Сол бастауыш мектептерде оқып жүрген кезде. Ол кезде өнер не деп ешқандай түсінбейміз ғой. Сондай ағаш жонуға, сондай ағаштан оныкін істеуге, сондай үй болдым да кішкентай кезімде. Сол бірте-бірте сол енді жоғарғы оқу класстарға келді. Сол кездерден 7-8 оқып жүргенде бір апайымыз, Қарашаш деген апайымыз бар, осы Обаған ауданының бір поселкінде тұрады ол енді қазір. Математикадан сабақ беретін. Сол үстінен бірді айтып қалғаны бар да, Алматыда көркем сурет училищесі бар, соған неге барып түспейсің деп. Сол кейін өмірімнің бір қиын сәттерінде сол бір ауыз сөз өлтіреді, бір ауыз сөз адамды өмір сүргізеді дейді ғой жаңа. Сол кішкентай сөз есіме түсіп, сол неде болса осы өнер жағына кетейін, қолымнан келеді ғой осы жаңа кішкене жақынмын ғой деп өз-өзіме қорытынды жасап, сол өнер жолын қуа бердім, ізденіс жасап, осы жаңа толықтырып, оймен де, іспен де. Сөйтіп, әскерге барып келіп, жаңа Совет армиясының қатарында 2 жыл болып, содан келгеннен Алматы. Сол Қаршаш апай айтқан көркем училищесін іздеп бардым. Барсам 5 күнге кешігіп қалған екен оқуға түсуге. Содан әттеген ай деп тұрғанымда бір кісілер келіп, сол тренер екен, сол менің училищенің. Тағы бір 2-3 студент келіп қасыма. Сол студенттер бір талантты, жақсы талантты балалар екен, 3-ші курс студенттері живопись группасында. Сол кісілермен әңгімелесіп қалсам, дайындық курсы бар екен, 3 айдан кейін басталады. Оған да экзамен алады екен, рисунок дейді,
живопись композиция дейді, ойдан салынған суреттер бар. Соған дайындалып, соған түсуге болады екен. Оған экзамен тапсырасың жаңа жұмыстарын. Соған дайындалып, шöyle жаңа несіне дайындық курсының түстім. Үш сабағымда 5-ке тапсырып, сол армиядан келгем жаңа. Сол дайындық курсындағы балалардың 60-70 баланың несі болдым жаңа. Старостаға тағайындап мені. Сол 8 айда оқыдық. Сол 8 айдың ішінде бір курс бітіргендей болдық қой, өзіміз оқимыз деп ұмтылып жүрген кез. Сосын бірінші курс экзамен тапсырып, 5 сабақтан тапсырдық, 5-інде 5-ке тапсырып, содан екінші курс өткізіп жүріп біздер. Бірнеше балаларды сондай армиядан келген, жақсы тапсырған. Содан екінші курсқа түсіп бірден, сонда 3 жыл староста болып, 4-пен 5-пен бітірдім енді. Енді өнердің фундаментіне білім алдық қой. Ар жағы енді өзімізге байланысты болды өмірде. Ру деген не ғой, ереже ғой халықтың ішіндегі. Бәріміз негізі бір қазақ. Бір жерлерде адамдар руына бөлінеді. Айқай шу шығарып отырып. Мен танымайтын жерде руың кім десе қазақ дей салам. Жиырма жыл бойына осы карикатура жанрына айналыстым. Карикатураны осы Наурыздың жерінде жүргенде бір күлкілі себептер бар, сонымен бастап кеткен. Көбіне карикатура жанрына өмірден аламыз. Қоғамда не болып жатыр, адамдардың өмірінен, байкеди дейміз, қоғамда жақсылықтар мен жамандықтар деген сияқты. Енемен келін деген сияқты, қасқыр мен қазақ деген сияқты сондай темаларды қозғап отырам арасында. Олай қарапайым карикатура сурет болғанмен олардың да біраз айтатын сырлары бар. Енді француз тілінде карикатура деген сөз мақтамен бауыздау деген мағынаны білдіреді екен негізі. Сол ешкімге адресовать етпей ештеңені. Бірақ қоғамда қасымызда болып жатқан нәрселерді көрсетіп отырам, әлі сол бір Алланың берген нелері шығар, енді бір түсінігі, сол итеріп осы дүниелерге қол өнері болсын, осы сызу, ою сызу болсын, сол қазақтың дүниелерін жасауға тырысамын өзім. Өзіміздің халқымыздың дүниесін өзіміз жасамасақ, кім жасайды? Басқалар өзінікін әкеп таға береді, сала береді, істей береді, сосын ортамыз өзімізді қоршаған. Психологиямыз өзіміздің табиғи бәрі өзгеріп, өзімізді жоғалтып аламыз төптің түбінде. Сол үшін күресем, кішкентай болса, бір иненің ұшындай болсын. Кішкентай жақсылық жасап жүрейін халқым үшін деп. Өйткені халқым деп текке мақтаныш үшін, или бір атақ шығару үшін айтпаймын. Білем өйткені, сезем, көрем бәрі. Әрбір халық өз дүниесін істемесе, ол халық төптің түбінде адасып жойылып кетуі мүмкін. Өйткені адам болып жаратылғаннан кейін адами істеуіміз керек. 1000 сөзден бір іс артық, іс жасай білуіміз керек. Ол ісіміз өзіміздің халқымыздікі болу керек. Онсыз бұл дүние түзелмейді. Міне, мынау болашаққа бағдар, рухани жаңғыру деген 14 апрельде биыл Бесайдың күні өтті ғой. Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдамасы шықты. Бұл деген бүкіл саналы қазақтарға жетпей тұрған демеді, ауа еді, рухани. Осы жолда біз бір жолдама болып қалып қоймау керек, басқа кейбір жолдамалар сияқты. Бұл жолдама біздің өмірлік күресіміз болу керек.
басқа халықтар ұқсап, өзбек алысқа бармай ақ қояйық. Жапон, Азия халықтарына еліктеуіміз керек те мәдениет жағынан. Кореец, Қытай өз табиғи болмыстарын жоғалтпай, бірақ жаңа технология, техникалық прогрессті дамытып отыр. Архитектура болсын, техника болсын, барлық жағынан мысалы. Солардан үлгі алып, бізде өзіміздің ортамызда табиғи орната білуіміз керек. Сол үшін күресе білуіміз керек. Аздап арасында өлең жазып та көрем. Соның асылдарым деген бір өлеңімді оқып берейін. Абайдың айтқан сындарын ұрпақтар терең түсініп, көрмес екен мұңдарын. Ахмет пен Міржақып жүргендей әлі тіл қатып, Мағжандай өткір ағамыз өзіңдей ұлтар туса деп күтіп тұрғандай даламыз. Бейнесін көрсем шәкәрім атаның, ұлыларды ойлап жатамын. Жүсіпбек Сәкендерді ойласам, жүрегімде қуаныш ойнатам. Әлиханның орны бөлек, Алаштың туын биік ұстаған. Осы аталардың бәрі де өмірін берген ел үшін. Үлгі тейік ағаларды, өтіп кеткен даналарды. Ақ жолымен солардың жүрсе деймін балаларды. Осындай ойлар жазып түсіріп көрем. Әйдік ақынмын деп ойламайым, бірақ бір ой итереді әр нәрсеге, түсініктер келеді, соны өзімше құрастырған боламын осылай.